кімде-кім мұсылман болса дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, одан кейін күнкөріс деңгейіндегі ризық несібесі болатын болса дейді. Жетіп тұр. Мына жақта екінші хадисте де келіп тұр ғой, жаңағы бақытты адам деген кезде кім деген кезде кім таңертең аман есен ұйқысынан оянса, жаңағы жан жағынан суытқа бар келмесе, дені сау болса, и бір күндік жейтін тамағы болса, бүкіл дүниенің жақсылығы сол адамға беріліпті дейді. Негізі дұрысы осылай. Енді қара, мына жерде айтып жатыр. Ризық несібесі күнкөріс деңгейінде жететін болса, яғни саған бір күндік жететін нәрсе де негізі ризық қой. Жалпы мына жерде хадистердің мағынасын қарап отырсақ, бұл ризық саған кешіксе де ол адресінен адаспайды да бәрі. Кешігуі мүмкін, бірақ адрестен адаспайды. Өзінің белгіленген жаңағы адамын, ол ризық адам оны іздегеннен қатты іздеп жүреді да. Демек осындай. Мағынасын қараңыз, дейді, хадисте айтады. Сондай-ақ Алла тағала оның көңіліне сол берген нәрсесіне тоқ қылып қойса дейді. Қанағаттық беріп қойса жүрегіне. Азғантай табады. Соған қанағат, бастысы мұсылман. Яғни бұл ризық Алладан екендігі. Кейде қысылатындығы, кейде кеңейетіндігін біледі. Дәл осындай, екі-ақ сипатты айтты. Онда ол пенде тозақтан құтылады дейді пайғамбарымыз айтады. Ал енді қара, қолыңдағы барға риза болдың, мұсылман болдың, тозақтан құтылдың дейді.